Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеле кетіңіз. Тұмау тигенде немесе вирустық аурулар жұқтырғанда тамағымыз ауырады. Кейде тәттіні артығымен жегенде, салқын су ішкенде, шекілеуік шаққанда да тамақ сыр береді. Тамақтың неден ауырғанын анықтап алып, дереу ем қабылдау керек. Өйткені тамақ ауруын уақытында емдемесеңіз, жұтынуыңыз қиындап, ауруды асқындырып алуыңыз мүмкін. Сондықтан да үй жағдайында тамақтың жыбырлағанын басып, ауырғанын емдеуге болады. Ол үшін мына әдістің біреуін таңдап алып байқап көріңіз. Бірінші әдіс: ас содасы, тұз, йодпен шаю. Үлкен стакан ыстық суға 0,5 шай қасық ас содасы және бірдей мөлшерде тұз, 5 тамшы йод қосыңыз. Күніне 3-4 рет шайыңыз. Тамақты бұлай шаю қабыну белгілерін жеңілдетудің оңай және үнемді әдісі. Тұзды суды жұтпау маңызды, себебі бұл тамақтың шырышты қабығын құрғатуы мүмкін. Екінші әдіс: алма сірке суы. Сірке суының қышқылдық қасиеттеріне байланысты бактерияға қарсы әсері бар. Тамақ ауруымен күресуге көмектесетін шаюға арналған ерітіндіні дайындау керек. Ол үшін 250 мл суға 1 шай қасық сірке суын қосыңыз. Ең бастысы, мұндай сусынды жұту қажет емес екендігін есте ұстаған жөн. Үшінші әдіс: шикі сарымсақ. Сарымсақ шырынындағы аллициннің болуына байланысты бұның бактерияға қарсы, саңыраулаққа қарсы және вирусқа қарсы әсерге ие. Тамақ ауруы үшін сарымсақты қолданудың ең жақсы тәсілі сарымсақтың бір бөлігін алып, оны 15 минут бойы сору. Сарымсақ жеуді жеңілдету үшін оны ұнтақтап, зәйтүн майына немесе балға қосып, соус ретінде қолдануға болады. Ең бастысы, оны шикі және ұнтақтағаннан кейін мүмкіндігінше тезірек жеу керек. Төртінші әдіс: бөлмедегі ылғалдылықты арттыру. Мұны ылғалдандырғышсыз жасауға болады. Батареяға дымқыл сүлгіні іліп қойыңыз. Пәтердің айналасына су ыдыстарын қойыңыз. Бесінші әдіс: бал. Балды жылы суға немесе шайға қосуға болады. Өйткені ол кейбір бактерияға қарсы қасиеттерге ие және инфекцияға байланысты тамақ ауруын жеңілдетуге көмектеседі. Алтыншы әдіс: таза ауамен тыныс алыңыз. Темекі түтіні, жуғыш заттардың және басқа химиялық заттардың бояу, лак, бензин иісі де тамақтың тітіркенуін күшейтуі мүмкін. Сіз ауырған кезде үйіңіздің ауасы таза болуы керек. Жетінші әдіс: көбірек демалыңыз. Тамақ ауруы уақыт өте келе азаяды. Сіз ұйықтап жатқанда тезірек жүреді және дене инфекциямен күресу үшін көбірек күшке ие болады. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Егер де каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз.